Биылда көптеген индустриялық жоба жүзеге асырылмақ. Осы жылы жалпы құны 1,5 триллион теңгеге тең 190 жоба іске қосылып, 20 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Ірі жобалар толық қуатына шыққанда өндіріс көлемі 2,2 триллион теңгеге дейін жетеді деп күтіліп отыр. 2025-2035 жылдар аралығында өнеркәсіп және құрылыс министрлігі, металлургия, машина жасау және химия өнеркәсібі салаларында 9 ірі жобаны жүзеге асырады. Олар жобалық қуатына жеткенде өндірілетін өнім құны шамамен 7,3 миллиард долларды құрайды. Бұл жобаларға 6 триллион теңге көлемінде инвестиция тартылып, 12 мың жұмыс орны ашылады. Жоғарыда аталған 9 жобаның екеуі осы жылы іске қосылады. Қостанай облысында 1500 жұмыс орнын қамтамасыз ететін Kia автокөліктерін шығаратын зауыт пайдалануға беріледі. Ол жылына 70 мың автокөлік өндіреді. Алматы қаласындағы Қытай маркаларының автокөліктерін шығаратын мультибрендті завод 3600 жұмыс орнын ұсына алады. Жылына 90 мың көлік шығаруға мүмкіндігі бар. Соңғы 5 жылдың ішінде біз 855 кәсіпорын іске қостық, 6-да 5 триллион теңгеге және 72.600 жаңа жұмыс орны ашылды. Бұл кәсіптердің жұмыс істеуінің, одан алды кәсіптердің жұмыс іске қосылуын және осы ішкі нарықта жұмыс істеуі бұл өңдеу өнеркәсібін жер қойнауын пайдаланушыларға теңестік. 24 триллионнан астам құнды мен санаған ақшалай сол бағытқа жеттік. Бұл дегеніміз біз өңдеу өнеркәсібін дамытуын жеделдетіп отырмыз сол бабында. Индустриалды жобаларды жүзеге асыру үшін елде 15 арнайы экономикалық аймақ және 51 индустриалды аймақ жұмыс істейді. 2025 жылы осы аймақтарда 110 жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Қазіргі таңда Қазақстанда жаңа тетік ретінде шағын өнеркәсіп аймақтары енгізілген. Олар кәсіпкерлерге дайын үй-жайларды ұсынады. Жоба аясында кәсіпкерлер құрылыс үшін жеңілдетілген несиелер мен тиімді жалға алу шарттарын пайдалана алады. Бұл шағын және орта бизнестің дамуына мүмкіндік береді. Бүгінде еліміздің 8 өңірінде шағын өнеркәсіпке арналған 34 аймақ жұмыс істейді. Биыл жыл соңына дейін барлық облысты қамту көзделіп отыр. Президент уже неоднократно говорит. Бүгінде президент қайта өңдеу секторының ажырамас бөлігі саналатын көмір химиясын дамыту туралы айтып жатыр. Ілгерілеу жоқ емес, бар. Көмір, яғни көмір сутегі арқылы химия мен құрылыс салаларына қажет түрлі өнімдерді өндіруге болады. Жалпы былтыр өңдеуші өнеркәсіптегі өндіріс көлемі шамамен 6%-ға өсіп, құны 24,5 триллион теңгеге жетті. Оның ішіндегі металлургия үлесі 7%-ға жуықтайды. Машина жасау саласы шамамен 10% болса, химия өнеркәсібі 7,7%. Өткен жылы жалпы құны 1 триллион 300 миллиард теңгеге тең 180 индустриялық жоба іске қосылды. Оның ішінде өңдеуші өнеркәсіпте 163 жоба және тау-кен өнеркәсібінде 17 жоба бар. 15 мыңға жуық жұмыс орны құрылды. Ірі индустриялық нысандарды салу нәтижесінде импортқа тәуелділік азаяды дейді мамандар. Мирлан Алтынбек, Рустамбек Оспанов, 24 KZ.